Достар сәлем! Для этого урока подготовила казахские фразы. На эту тему у меня на канале есть еще 4 урока. В описании оставлю ссылку. Ал енді бастайық. Передай привет от меня. Менен сәлем айт. Менен сәлем айт. Ты шутишь? Ойнап айтып тұрсың ба? Ойнап айтып тұрсың ба? Ойнап айтып тұрсың ба? Шучу, ойнап айтамын. Ойнап айтамын. Ойнап айтамын. Я вру. Мен өтірік айтамын. Мен өтірік айтамын. Мен өтірік айтамын. Я не вру. Мен өтірік айтпаймын. Мен өтірік айтпаймын. Мен өтірік айтпаймын. Не ври. Өтірік айтпа. Өтірік айтпа. Подождите, пожалуйста. Күте тұрыңызшы. Күте тұрыңызшы. Күте тұрыңызшы. Извините, я не могу ждать. Кешіріңіз, мен күте алмаймын. Кешіріңіз, мен күте алмаймын. Кешіріңіз, мен күте алмаймын. Вы не против? Сіз қарсы емессіз бе? Сіз қарсы емессіз бе? Сіз қарсы емессіз бе? Я не против. Мен қарсы емеспін. Мен қарсы емеспін. Я против. Мен қарсымын. Мен қарсымын. Зачем это вам? Оны не істейсіз? Оны не істейсіз? Оны не істейсіз? Или же оны қайтесіз? Оны қайтесіз? Оны қайтесіз? Что теперь делать? Как поступить? Енді қайтемін. Енді қайтемін. Енді қайтемін. Или же енді қайтейін. Енді қайтейін. Енді қайтейін. Что теперь делать? Как поступить? Что теперь сделать? Енді не істесем екен? Енді не істесем екен? Енді не істесем екен? Зачем мне это? Оны қайтемін. Оны қайтемін. Оны қайтемін. Или же оны қайтейін. Оны қайтейін. Оны қайтейін. Не могу проснуться. Ұйқымды аша алмай отырмын. Ұйқымды аша алмай отырмын. Ұйқымды аша алмай отырмын. Я не закончила свой разговор. Мен сөзімді аяқтаған жоқпын. Мен сөзімді аяқтаған жоқпын. Мен сөзімді аяқтаған жоқпын.
Давайте отдохнем как люди. Адам сияқты демалайықшы. Адам сияқты демалайықшы. Адам сияқты демалайықшы. Кто тебе сказал? Кім саған айтты? Кім саған айтты? Кім саған айтты? Как идут дела? Жұмыстарың қалай жүріп жатыр? Жұмыстарың қалай жүріп жатыр? Жұмыстарың қалай жүріп жатыр? Я дам вам один шанс. Мен сізге бір мүмкіндік беремін. Мен сізге бір мүмкіндік беремін. Мен сізге бір мүмкіндік беремін. Зачем сюда пришли? Или же с какой целью пришли сюда? Мұнда не үшін келдіңіз? Мұнда не үшін келдіңіз? Мұнда не үшін келдіңіз? Почему я? Неге мен? Неге мен? Ты такой странный. Сен сондай қызықсың. Сен сондай қызықсың. Сен сондай қызықсың. Я сказала нет. Жоқ дедім. Жоқ дедім. Не мешайте. Бөгет жасамаңдар. Бөгет жасамаңдар. Бөгет жасамаңдар. Что ты хочешь сказать? Не дегің келіп тұр. Не дегің келіп тұр. Не дегің келіп тұр? Ты уверен? Сен сенімдісің бе? Сен сенімдісің бе? Сен сенімдісің бе? Ты сегодня придешь или нет? Сен бүгін келесің бе, жоқ па? Сен бүгін келесің бе, жоқ па? Сен бүгін келесің бе, жоқ па? Сиди тихо. Тыныш отыршы. Тыныш отыршы. Не говори плохо или же не наговаривай. Жамандай берме. Жамандай берме. Жамандай берме. Что посоветуете? Қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз? Ты меня не узнаешь. Сен мені танымай қаласың. Сен мені танымай қаласың. Сен мені танымай қаласың. Запасись терпением. Сабыр сақта. Сабыр сақта. Сабыр сақта. Вот, ознакомься. Міне танысып шық. Міне танысып шық.
Міне танысып шық. Наверное, ты ошибся. Қателескен шығарсың. Қателескен шығарсың. Қателескен шығарсың. Здесь, достар, обратите внимание, в казахском мы местоимение «сен» опустили, но мы знаем, что это от второго лица, потому что окончание «сын», «сен», «қателескен шығарсың». В казахском языке мы часто опускаем местоимение, но мы всегда знаем, с какого лица мы говорим, от окончания. Поэтому очень важно знать окончание. Ошибаться нельзя. Қателесуге болмайды. Қателесуге болмайды. Қателесуге болмайды. Не было времени подумать. Ойланатын уақыт болмады. Ойланатын уақыт болмады. Ойланатын уақыт болмады. Не угодишь. Жақпайсың. Жақпайсың. Достар, желаю вам удачи в изучении казахского языка. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.